Жиенбай Ерсұлтан Ержанұлы, Жамбыл облысы Сарысу ауданы Балтабай Адамбаев атындағы Тек орта мектебінде 5-ші сыныпта оқимын. Мен мұғалімдік отбасында дүниеге келдім. Сол себепті ең бірінші әке-шешемде өзімнің идеалым болды. Бастауыш сыныптағы мұғалімім де маған ерекше әсер етті. Мен жан-жақты болуға тырыстым. Әрине, нәтижеге де қол жеткізе бастадым. Бірнеше рет көркемсөз оқу шебері болдым. 6 жасымда Түркістан қаласында өткен Алаш үміті қалалық рухани жаңғыру фестиваліне қатысып, таудай талап номинациясын жеңіп алдым. Бұл жарыс менің ынта мен жігерімді арттыра түсті. Ықылас Түгенұлы атындағы саз мектебінде домбыра сыныбында оқимын. Қазір бірінші күйді жатқа тартамын. Алты алаштың күй анасы Дина атты республикалық байқауда бірінші дәрежелі лауреат атандым. Жігітке жер дүниеде аз деп әкем мені алға жетелеп отырады. Сол себепті білім мен өнерді қатар алып келемін. Білімдінің күні жақ, білімсіздің күні ғайып демекші. Мен болашақта осы алған білімдерімді ел болашағын дамытатын өзім сияқты ұрпақ тәрбиелеу үшін ұстаз болуды армандаймын. Алты алаш бас қосса той мұғалімдікі деп Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, қай кезеңді алсақ та мұғалім болу ең қадірлі де жауапты іс. Ендеше мен де отбасылық мамандықты жалғастырушы боламын.